Қайырлы күн, құрметті талапкер, қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгінгі кезекті контекст марафонымыздың кезекті бөліміне, яғни 16-шы бөліміне қош келдің. Бүгінгі тақырыбымызды және бұл тақырыптағы есептерді талдап, қоржынымызға кезекті 5 балымызды иелеп алайық. Егер видео пайдалы болса, менің осы және басқа да әлеуметтік желілеріме тіркелуді ұмытпайық. Және бұл видеоны достарыңа жіберіп қойып, тоже пайдалы ақпаратты көріп, біліп, дайындалып қойсын. Жақсы, кеттік. Тақырып велосипед деп отыр. Компания велосипед жасап шығаратын зауыт ашпақшы. Бірінші жылы 6000 велосипед шығаруды және әр жыл сайын жасайтын велосипедтер санын 10%-ға арттыруды жоспарлады. Бірінші сұрақ. Компания әрбір жыл сайын алдыңғы жылға қарағанда неше есе артық велосипед жасамақшы? Бірінші жылы 6000 велосипед жасайды. 6000 велосипед бұл жалпы жасайтын велосипедтер саны, яғни 100%. Келесі жылы 10%-ға арттырмақшы, демек 110%-ды құрайды. Бұл қанша екенін білмейміз. Осыны есептеп табу керек. Яғни пропорция бойынша x-ті табу үшін мына x сандарды көбейтіп 100-ге бөлеміз. 6000 көбейтілген 110 бөлінген 100. Сонда мына 0 мен мына 0-дерді қысқартамыз. 60 санын 110-ға көбейтсек, қанша болады? 6600 болады, немесе бірден табуға болады. Бұл бірінші әдіс. Екінші әдіс. 6000 санын просто 1,1-ге көбейту. 6600 болады. Үшінші әдіс. 6000 санының 10%-ын тауып алу, яғни 0,1-ге көбейту 600 болады. Және 6000-ға осы 600-ді қосу. Бұл үшінші әдіс. Қандай әдіс сендерге ұнайды? Пожалуйста, сол әдісті қолданыңдар. Жалпы барлық әдістер дұрыс. Келесі екінші сұрақ. Компания 4-ші жылы неше велосипед жасап шығармақшы дейді. Жалпы не байқап отырмыз? Әрбір келесі жылы алдыңғы жылға қарағанда 10%-ға көп велосипед жасап отыр. Бұл күрделі пайыз формуласы. Яғни күрделі пайыз формуласы қандай бізде? Күрделі пайыз формуласы мынадай. SN тең S0 көбейту 1 плюс P бөлінген 100 көбейтілген N. Бұл жерде SN дегеніміз ең соңында шығатын сан. S0 дегеніміз бұл бастапқы сан. P дегеніміз пайыз, бірақ мынау процентсіз жазылады. N дегеніміз бұл жылдар саны. Демек, SN тең S0 дегеніміз бұл бастапқы бірінші жылғы велосипедтер, олардың саны 6000. Пайыз бізде 10, ал жылдар саны қанша? 4 ма? Осындай болады. Демек, 6000 бірге 100-ден 10-ды қоссақ, яғни 0 мен 0 қысқарады, 10-нан 1 ғой. Бірге 10-нан 1-ді қоссақ 1,1 болады. Оның 4-ші дәрежесін есептеу керек. 1,1 көбейту, 1,1 көбейту, 1,1 көбейту, 1,1. Осы санды тағы 6000-ға көбейтеміз. Нәтижесінде қанша? 8784. 8784 велосипед шығару тиіс. Үтір 6 дегеніміз болмайды, жалпы велосипедтер не біреу, не жоқ болады. То есть велосипедтер 0,6 дейтін велосипед болмайды ғой, велосипед 8784 велосипед бар деген сөз. Ал анау әлі дайын емес велосипед. Ол жасап шыққан жоқ. Сондықтан жауабы осы сан болады. Үшінші сұрақ. Компания 3 жылдың ішінде неше велосипед жасап шығарады? Алдыңғы сұраққа қараңдаршы. 4-ші жылы неше велосипед? 3 жылдың ішінде неше велосипед? Екі түрлі сұрақ, дұрыс па? Бірінші жылы олар 6000 велосипед жасап шығарады. Екінші жылы 6600 велосипед жасап шығарады. Оны біз есептедік. Үшінші жылы алдыңғы жылға қарағанда 10%-ға көп. Демек, 1,1-ге көбейту керекпіз. 6600 көбейту 1,1 болады. Сонда 7260 велосипед үшінші жылы шығады. Мана 4-ші жылы қанша дедік? 4-ші жылы біз 7986 дедік пе? Разве? 6000 санын 1,1-ді көбейтеміз 1,1-ге, бұл 1,21 болады. То есть тағы 1,21-ге көбейтеміз ғой, квадраттап жатырмыз. И осыны 6000-ға көбейтеміз. 8784. 8784. 10%-ға арттыруды жоспарламақшы. 6600-ді 1,1-ге көбейтеміз.
тағы 1,1-ге көбейтеміз. Несостыковка пайда болды. Сонда бұл жерде мына формула дұрыс келмей тұр ғой, иә? Бұл формула неге дұрыс келмей тұр? 4-ші жылы неше велосипед? 4-ші жылы. Біз 1,1-ге. Мына жерде мен 4 емес 3 деп жазу керек екен ғой, иә? 3 деп жазам. Неге 3 деп жазам? Себебі 1-ші жыл уже 6000 болып тұр ғой. Понимаете, да? 1-ші жыл мынау 6000. 4-ші жылы. Және әр жыл сайын. Әлде дұрыс па? То есть 1-ші жылы, жоқ, міне 1-ші жылы айтылып тұр. 1-ші жылы. Я, онда 4 емес, мынау 3 болады, кешіріңдер. Мынау 3000 болады, я, дұрыс. Онда 7986 болады мынау. Вот, осыны байқағанымыз қайта дұрыс болған екен, я. 1-ші жылы деген сөзді мен байқамай қалыппын. Өте маңызды сөз. 3 жылда қанша велосипед жасайтынын табайық. 6000 қосылған 6600 қосылған 7260. Так, 12600-ге қосайық 7260-ты. 19860 дейді. Осы санды жауапқа жазамыз. Алғашқы 3 жылда осындай велосипедтер шығады. 4-ші сұрақ. Компания 27846 велосипедті неше жылда жасап шығарады деп отыр. Алғашқы 3 жылда, я, 3 жылда қанша велосипед шығарды? 3 жылда 19860. 4-ші жылда, яғни 4 жылда қанша велосипед жасайды? Мына жерде 4-ші жылда 7986 деп есептедік қой. Демек, осыған 7986-ны қосайық. 27846 шығады. Демек, бұлар 4 жылда деп жазамыз ғой. 4 жылда осынша велосипедті жасап шығарады. Соңғы сұрақ. Зауыт ашылғаннан бастап велосипедтердің саны 36000-нан асқаннан кейін компанияға кіріс кіретін болса, нешінші жылдың соңында компанияға кіріс кіреді дейді. Нешінші жылдың соңында. 4-ші жылда қанша болды? 7986 болды, я? 4-ші жылда 7986. 5-ші жылда, яғни тағы 1,1-ге көбейтеміз ғой. 7986 көбейту 1,1. 8784. Алғашқы 4 жылда 27846 велосипед жасады. И 5-ші жылда 8784 велосипед жасады. Сонда алғашқы 5 жылда, мынау 5-ші жылда, 5 жылда 30, алдыңғы жылда қанша? 27846 ғой. Вот соған біз қостық 8784-ті. Сонда 36630 шықты ғой, короче. Вот осы 5-ші жылдың соңында болып тұр ғой. 5-ші жылдың соңында компанияға кіріс кіреді екен. Өте нашар компания екен, себебі вообще мына жерде прибыль, я, маржинальность өте төмен болып тұр. Жақсы жігіттер, қыздар. Сонымен бұл кезекті контекст тақырыбы талданды. Егер видео пайдалы болса, видео ұнаған болса, онда бұл видеоға тіркеліп, менің осы және басқа да әлеуметтік желілеріме тіркеліп қойып, ұбт-ға деген дайындығыңды менімен, яғни Бекжан ағаймен өз дайындығыңды шыңға жетелейтін боласың. Келесі контекст бөлімінде кездескенше сау бол.